Мен мінекей қыздар сіздерге бір рет көрсетейін деп шештім. Мінекей қараңыздар қалай әдемі болып келе жатыр, иә. Резина мына жақтан және мына жақтан қосылып жатыр. Бастапқы бізде бастаған жағымыз мына жақ еді. Оң жіп тұрған жақ, яғни шапканың сырты бастапқы бастаған жер. 3 қатар теріс, 3 қатар оң, одан кейін 3 қатар теріс, 3 қатар оң, 3 қатар теріс, 3 қатар оң, осылай қосыла береді. Және әрбір 3 қатардан кейін, мысалы мына жерде 3 қатар терістен кейін 3 қатар оң басталған, е. Соның бастаған кезде мына жақтан 2 ілмектен қосып аламыз. Әр қатар басталған кезде 2 ілмектен қосып осылай көбейіп шығады. Міне ортада бізде аз ғана қатарлар саны қалған. Қазір менде міне үш жағынан қарағанда 3 қатар терісті бітірдім мына жерге дейін. Енді қазір мен оңды бастаймын, оң тоқып. Мына жақтан 2 ілмек оң қосып алам. Одан кейін оң теріс тоқылады. Мына жақтан 2 ілмек оң қосылып алып, маркерімді қойылады, ары қарай оң тоқыла береді. Осылай қыздар жалғастырып, пока мына жерде тек 2 ілмек қалғанша тоқи береміз ортасында. Мінекей қыздар, біздің шапкамыз уже бітуге жақын. Мына жақта уже бізде мындай 2 теріс, 2 оң, 2 теріс резина қалды. Соңғы мына ортадағы оң 2 ілмек қана қалу керек. Қазір осы соңғы 3 қатарды көрсетіп жүрейін. Соңғы қатарларды, яғни бастапқысын ғана көрсетем, ары қарай алып кетесіздер. Так, міне қалай шығып жатыр, түсініп тұрсыздар ғой, иә. 3 қатардан 3 теріс, 3 оң, 3 теріс, 3 оң, және әрбір үшінші 3 терістен кейін, мысалы оң бастаймыз ғой тоқитын. Сол кезде мына жақтан 2 оң қосып аласыз. Одан терісті бастаған кезде 2 теріс қосып аласыз. Мына жақ өсіп отырады. Әрбір 3 қатардан кейін 2 оң, 2 терістен өсіп отырады. Мына жақта міне кеміп отыр. Былайынан қараған кезде резинамыз, е. Енді соңғы 3 қатар бізде оң, қазір міне 3 қатар теріс тоқылған, е. Енді, значит, оң тоқу керек деген сөз. 3 қатар. Ал арғы бетінен тоққанда біз теріс қып тоқимыз. Сонда мына жақтан қарағанда оң болып көрінеді. Маркерге дейін осылай оң тоқи береміз. Бұл оң қатарымыздың бірінші. Оң бастаған бірінші қатар. Мен мына жерде қолым терлей береді, мына жіптен дауыс шығып жатыр, шиқылдаған. Так. Не маркерге, яғни ортасына кеп қалдық. Бұл жаңадан басталған оң қатар, сондықтан 2 ілмек жіп қосып аламыз, е, маркерден. Қазір жақында көрсетем. Бұны уже білесіздер сіздер. Так, оң қосып аламыз. Өйткені біз оң тоқып бастадық қой. 2 ілмек қостық, маркерді қайтадан салдық. Ары қарай резина, 2 оң резинаны тоқыдық. Мына жаққа да, мына жақта қалай 2 ілмек былай қоссақ, мына жақтан да солай қосамыз. Оны білесіздер. Так, маркерді алып, қайта салайық. Маркерді өткіздік. Ары қарай бұл жақты да полный оң тоқимыз. Қатар біткенше. Қазір осылай оң аяқтаймыз. Мына жаққа келген кезде біз теріс тоқимыз. Мына жерін көрсетейін, өйткені бұлай аяқтаған кезде, біз мына оң тоқып аяқтаған кезде, бұлай қараған кезде теріс болып көрінеді ол бізге. Сондықтан да сіз теріс тоқи бересіз, сізде теріс
қатарлар басталады. Мына жағынан қарасаңыз оң болады. Мінекей осылай қыздар, қазір 3 қатар оң. Осы оң тоқыватқан ілмегіміз 3 болу керек. Қазір біріншісі, одан кейін тағы да 2 қатар тоқимыз қазір. Сөйтіп, уже бізде бітті, ары қарай бекітеміз деген сөз. Өйткені ортада тек 2 оң ілмек қана қалды. Так, мінекей қыздар, мен уже тоқып біттім. Міне соңында ортадағы 2 теріс ілмек қалды. Енді шапкамызды иненің көмегімен басын бекітеміз. Ол үшін мына негізгі тоқып атқан қазіргі жібімізді кесеміз. Мен примерно өстіп өлшеп алам. Осылай 1-2 рет. Осылай 3 не алсам, маған жеткілікті. Жіпті кесіп, мынандай арнайы тоқыма жіптерге пайдаланатын инегенің көмегімен өткізіп алам. Енді бекітіп бастаймыз. Ол үшін жаңағы мына тура ортадан, маркерді алып тастасақ та болады. Тура ортасынан, жаңағы мінекей, ортада 2 теріс, соның 2 теріс ілмектің ортасынан специяды шығарып алдым. Мына 2 басын қазір тоқып біз инемен бекітеміз. Менде қазір былай екеуін бірге беттестіріп алған кезімде мына жақ міне теріс болып тұр. 3 қатар теріс тоқылған. Мына жақта 3 қатар теріс. Қазір енді біз оң етіп алуымыз керек. Біздің бекітпеміз, бекіткен қазіргі оң болып шығады. Так, жіп бізде мына жақтан басталып тұр. Сондықтан келесі ілмекті мына жақ қылеміз деген сөз. Бірінші ілмек просто өткізіп аламыз. Міне, қалай тұр? Ілмек солай біз бүйтіп өткізіп алдық. Тура менің жасағанымды қайталасаңыздар, сіздерден де шығады. Өткізіп, былай босатасыз. Так, келесі мына жаққа келеміз. Мінекей, просто өткізіп алдым и босаттым. Көрініп тұр ғой, міне босатқан ілмек, мына жақта босатқан ілмек. Енді бүйтіп сәл тартамыз. Одан кейін мына босатқан ілмегімізге біз инемізді қайтадан саламыз дағы. Так, мына жақтағы жанындағы специяда тұрған ілмектен өзімізден сыртқа қарай, яғни теріс сияқты, өзімізден сыртқа қарай шығарамыз. Тек осы жер ғана сыртқа, қалғанның барлығы жаңағыдай. Так, сәл тартамыз и босатамыз. Мінекей босатқан ілмегіміз тұр. Так, келесі мына жақтан босатқан ілмегіміз міне көрініп тұр. Осы босатқан ілмекке инені салып, өзімізге қарай қалай тұр, солай шығарып аламыз. И жібереміз. Келесі босатқан ілмек міне осылай оңынан міне тұрған кезде просто инені саласыз и мына жақты өзімізден сыртқа қарай. Так, бұлай алсаңыз қате болады. Бұлай алмаңыз, мына жақтан өзімізден сыртқа қарай шығарыңыз. И тартамыз да жібереміз. Так, келесі мына жақтағы біздің босатқан ілмегіміз. Так, міне тұр. Осыған саламыз мынаны. Келесі параллельно тұрған ілмекті өзімізге қарай
босатасыз. Тартып алғаннан кейін барып жіберген дұрыс, иә. Так, мына жақтағы босатқан ілмек міне өзі көрініп тұрады. Осыған салып, тағы да өзімізден сыртқа қарай. Енді жібереміз. Мінекей босатқан ілмек. Мына жақтағы босатқан ілмекке тағы да саламыз. Осы қайталана береді. Өзімізге қарай. Өзімізге қарай шығарамыз жіпті. Мына жақта босатқан ілмек міне тұр. Бұны ары қарай, сыртқа қарай жібереміз. Тарттық, енді босатамыз. Қайтадан мына жаққа келеміз. Жаңағы біздің босатқан ілмегіміз міне тұр. Осыған салып, мынаны өзімізге қарай жібімізді жайлап тартамыз, жібереміз. Так, келесі мына жақтағы жіберген жіппен, босатқан жібімізбен мынаны тағы да сол сыртқа қарай. Мен біраз қайталап көрсетейін, осылай менімен бірге осылай жасай беріңіздер. Так, келесі мына жақтағы босатқан ілмек міне тұр бізде. Міне көрдіңіз ба, мына жақтағы жіпке жалғанған, біз жаңа тоққаннан кейін. Осы босатқан жіппен мынаны екеуін қосасыз. Жібереміз. Келесі мына жақтағы босатқан ілмек міне тұр. Мінекей былайына тұр, иә. Осыған салып, мынаны сыртқа қарай. Видеоны сразу тоқымастан бұрын өстіп бір-екі рет көріңізші. Просто көзбен көріңіз. Көзіңіз кәдімгідей жатталып қалынады. Содан кейін барып тоқып бастаңыз, сізде шығады. Мына жақта босатқан жіп міне тұр. Мына жерден любой бір жіптен іліп ала бермеңіз, иә. Именно сіздің жаңағы босатып жіберген жібіңізден алыңыз. Міне қазір мысалы босаттық қой, міне тұр. Я, осы босатқан жібіңізден аласыз. Келесі мына жақта босатылған жіп міне тұр менде. Осыны алып, міне тоже сыртқа қарай жіберемін. Мынаны шығарамын. Жаңағы босатқан ілмек. Көрдіңіз ба, бізде ортада мынандай оң ілмектер пайда болып отыр. Осындай сізде шығу керек. Босатқан ілмек. Мына жақтағы босатқан ілмегіміз. Сыртқа қарай. Осы қыздарыңызды өсіп біткенше тоқи бересіздер. Ары қарай мен тоқталмайым. Өстіп жалғастыра беріңіздер. Соңғы ілмектерге келдік. Екеуіне де бір-бір ілмек қалып, шығарған ілмекке салып, мына жаққа өзімізден керісінше жібереміз. Келесі мына бетте шығарған жібіміз. Жақты босаттық. Жерде біздің босатқан жібіміз. Ілмекке
қайта салып мен тарттым. Енді бұны ішке қарай жіберем. Енді осы жақтан бекітеміз. Жақсылап тартамыз. Жасырамыз жіпті. Осылай. Соңында тағы екі жасырып жіпті кесіп алып тастаймыз. Енді мына жерде біздің қалған жібіміз бар, иә? Бастаған. Осы жіпті де жасырамыз. Мынау бізде қазір жіп жасырған жеріміз. Бізде дұрыс сырты, мына жақ бізде ішкі жағы, иә? Жіпіміз жасырған жақ. Осы ішкі жағына қарай жіпті жасырамыз. Содан кейін ары қарай тағы көрсетем. Осыны жақсылап жасырып алдым. Мынау қыздар біздің қалған жібімізді алып, қайтадан жіп бастаймыз. Кәдімгі ілмек ілу бойынша 3-4 ілмек. Так. Жағын сәл кішілеу ала берейін мен. Артық алып қажет жоқ. 2, 3, 4. Енді осы 4 ілмегімізбен біз қазір шоныр жасаймыз. Шонырды бұлай айландырып алдын байлап тағу үшін бірінші ілмектен бастап біз тоқимыз. Оң, неге. Барлық ілмектерді просто оң тоқисыз. Так, келесі ілмекті мына жаққа жібереміз. Чулочный специя болса, сонымен тоқсаңыздар да болады. Жоқ болса, осылай да тоқисыздар. Келесі қайтадан. Шығып кетті. Қайтадан оң тоқып бастаймыз. Мынаны тартып әкеліп, жіпті осы жерін сәл қаттырақ ұстайсыздар, себебі босап кетпеу керек бізде. Осылай айландыра тек қана оң тоқисыздар. Биіктігі шынырдың қазір 20 см етіп тоқимын мен. Одан кейін шапкаға бекітетін боламыз. Оны көрсетем. Қайтадан мына жаққа келеміз. Негізі чулочный специя ыңғайлы. Мен осымен тоқи берем. 4 см, қазір мен 4 ілмек алдым ғой. 4 ілмек немесе 5 ілмекке дейін алсаңыздар болады. Егер қалыңдау жіппен тоқып атсаңыздар, онда 3 ілмек қып алсаңыздар да болады. Мен 4 ілмек қып алдым. Шынырдың сәл кішкене жуандау болған әдемі көрінетін сияқты. Сондықтан мен 4 қып алдым. Осылай қыздар айландырып, мінеки менде осындай катастрофа болады. Айландыра осылай тек оң тоқи бересіздер. Көрдіңіз ба? Тек қана оң. Тым қиындығы жоқ бұл шынырды тоқудың. Басында кішкентай болып біз қолға ұстауға да ыңғайсыз болып жатыр. Сәл тоққаннан кейін ыңғайлы болады. Ал осылай тек қана оң шынырымызды тоқып алыңыздар 20 см биіктікте. Қазір тағы оң тоқимыз. Барлық ілмектер оң тоқылады. Мен мінеки қыздар шынырымды өзіме керек биіктікте тоқып алдым. Мен негізі 20 см-ден ұзын болып кетті. Менікі өйткені мен өлшемей тоқып отыра беріппін. Сөйтіп мен қысқартпадым. Ештеңе етпейді. Менде 24 см биіктік. 20-ға дейін нормально 20-да
кішкене 1-2 сантиметр кішкене болса, менің ойымша ол қысқа болып қалатын сияқты. Сондықтан минимум 20 сантиметр етіп алыңыздар, а мендегі 24. Так, енді біз айтпақшы, мен бұны чулочный спициямен тоқыдым, өйткені мына негізгі спициямен тоқу ыңғайсыз болып кетті. Сондықтан чулочный спицияға ауыстырып алып тоқыдым. Так, енді шапкамыздың мынау бізде алдыңғы беті, не алды ұзын болып тұр, қысқа болып тұр, арты сәл ұзындау болып тұр. Және алды бізде резина мынандай оң теріс. Енді осының артынан біз жіптер іліп аламыз, ілмектерімізді. Так, мына жердегі оң ілмек бізде 3 қатар, 3 қатар, 3 қатардың бәрі, оң терісі. Мына жерден біз 2 ілмек аламыз. Мына жердегі 2 ілмек, мына жерден 2, әр қатардан біз 2 ілмектен аламыз. Негізі бұлар 3 қатардан еді, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Біз бірақ 2-2-ден аламыз. Ең бастапқысын мен мынау жанынан алам. Ең бастапқы ілмекті. Одан кейін бұл менде қазір бірінші ілмегі. Одан кейін бұлай мына жерден алам. Так, мынаның төбесінен алуға болмайды. Себебі тесік болып қалады, төбесінен алсаңыздар. Сондықтан осылай жанынан аламыз. Так, бірінші ілмек іліп алдым. Екінші ілмек міне мынандай жанынан аламыз. 2 ілмек. Енді мына қатардан 2 ілмек аламыз. Так, үшінші ілмек. Төртінші ілмек. Енді мына қатардан 2 ілмек. 5, 6. Осылай. Әр қатардан общий санаудың қажеті жоқ. Әр қатардан 2 ілмектен алып отырсаңыз түсінікті. Осылай менде ыңғайсыз болады, бірақ алу керек. Так, мында 2, мында 2, мында 2, мында 2. Общий қазір менде 8, 2, 4, 6, 7, 8. Аха, дұрыс. Осылай келесі әр қатардан 2-2-ден алып, мына соңына дейін аласыздар. Соңғы ілмекті ғана тек жаңа айтып өткенде мына жанынан біреу алсаңыз, соңғысы мына последний ілмекті аласыз. Одан кейін шнурымызды осыған жалғап тоқимыз. Алдымен жіпті іліп алыңыздар. Мынау шапканы тоқыған негізгі жіппен аламыз. Ал егер бұл специямен ыңғайсыз десеңіздер, басқа бұдан да жіңішке специямен осылай алып, кейін тоққан кезде осымен жалғастырып тоқып кетуге болады. Мінекей, мен полный специяға ілмектерді өткізіп алдым. Мынаяқтан 2, 2, 2, 2. Көрдіңіз ба? Әрбір қатардан 2, мына жақта 2, мына жақтан 2, мында 2, мында 2. Енді біз тоқып бастаймыз. Мына біздің жаңағы шнурымызды осыған жалғаймыз. Қалай жалғаймыз қазір көрсетем. Екеуін бірге аламыз. Мына жақтағы специядан қажет жоқ. Ең бірінші, мына бірінші тоқылған біздің ілмек бар ғой. Осы ілмекті тоқылмаған күйде, көрдіңіз бе, мына жаққа өткізіп аламыз. Тоқылмаған күйінде. Енді осы тоқылмаған мына ілмекпен келесі мына шапкамыздың бірінші ілмегін екеуін қосып бірге тоқып аламыз. Так, мен мына специяды мынаған ауыстырайын. Негізгі специяға өткізіп. Екеуісін бірге. Так. Қазір мен мына қолмен специя ұстамасам, маған прям қатты ыңғайсыз. Так, міне енді босатамыз. Енді қайтадан ілмектеріміздің барлығын мына жаққа өткіземіз. Қайтадан мінекей тоқимыз оң. Как шнурды тоқыған сияқты. Так, 3 ілмек. Енді соңғы 4-ші ілмегімізді тура жаңағыдай мына ілмекпен қосып бірге тоқимыз.
босатамыз, қайта өткіземіз мына жаққа барлығын. Егер сізде 3 ілмек болса шұнырыңыз, менде мысалы шұнырым 4 ілмек қой. Сізде шұныр 3 ілмектен болса, онда бастапқы осылай 2 ілмегіңізді тоқисыз да, үшінші соңғы ілмегіңізді келесі шапканың ілмегімен қосып бірге тоқисыз. Менде 4 ілмек, 3 ілмек тоқыдым, келесі соңғы 4-ші ілмекті мына шапкадағы ілмекпен бірге тоқимын. И босатам, қайтадан мына жаққа өткізіп алам барлығын. И қайтадан оң тоқып бастайым. Мінекей осылай тоқи бересіздер. 4-ші ілмекті соңғы мынаумен бірге шапканың ілмегімен аласыз, босатасыз. Қайтадан ілмектерді өткіземіз. Екеуін бірге жібереміз. Осылай қыздар, соңына дейін өстіп тоқып шығасыздар. Одан кейін ары қарай соңғы 4 ілмек қалған кезде, соңында сізде 4 ілмек қалады ғой. Шұнырдың сол 4 ілмекті жалғастырып, 20 сантиметр болғанша жаңағыдай шұнырымызды тоқи бересіздер. Шұнырдың екінші ұшын тоқисыз сонда. Қайта бәрін өткіземіз. Мына жақтан көрсетейін. Мінекей шұныр бұлай жалғасып бізде кетіп жатыр. Мынандай сонда шұныр жалғанған әдемі болып шығады бұл. Ал қыздар, осылай ары қарай өздеріңіз аяқтаңыздар. Қайтадан басынан бастап тоқимыз. 3 ілмекті, 4-ші ілмекті мына ілмекпен бірге тоқимыз. Солай кете береді. Вот мінекей қыздар, мына жақта міне соңғы 4 жіп қалған кезде 4 жіпті ары қарай просто оң тоқи бересіздер, как мына бірінші шұнырды тоқыған сияқты. Тоқып ары қарай әкете бересіздер. Менде қазір міне биіктігі 24 сантиметр болды. Енді бекітеміз. Бекіту үшін міне 2 ілмекті бірге аласыз. Одан кейін мына жаққа қайта саламыз. Қайтадан 2 ілмекті бірге аламыз. Қайта саламыз. Соңғы 2 ілмекті бірге аламыз. Соңғы жақтары қатты тартып тоқығандықтан ыңғайсыз болып жатыр. Мінекей шарып алдық. Енді жібімізді кесеміз. Тартамыз. Енді біздің көмегімен бекітеміз. Салып, жіпті алып, қайтадан салайын. Жіпті салып, артқа былай шығарып аламыз. Осылай бекітесіздер. Бекітпені шықпай қалды ғой.
жүнімізді сәл тартып тұрамыз да кесіп босатамыз. Осылай жасырамыз. Және мына екінші ұшында тура солай жасырасыздар. Осымен біздің шапка эльф шапкасы дайын. Мінекей, енді шапканы жақсылап жуамыз, содан кейін кептіреміз. Тегіс жерге жайып кептіресіздер. Шапканы артып істе, мінекей, мынандай әдемі болып шықты. Ішінен қарағанда былай болады. Сыртынан мінекей. Жуған кезде былай ысқылап жууға болмайды. Просто суға саласыз да, осылай қысып қана жуасыз да. Кейін өстіп тегіс жерге өзінің формасында кептіресіз. И все. Шапкамыз дайын, алғыздар. Тоқыңыздар, ерінбей. Бір-екі рет, мысалы, жасай алмаған нәрсеңізді бір-екі рет қайталап жасаңыз, сізде міндетті түрде шығатын болады. Сау болыңыздар.